Сақ болыңыздар, жедел ақпарат тарады, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қазақстанда бірнеше телеграм-бот бұғатталды. Мұндай телеграм-боттарды пайдалану олардың иелеріне ID, аты, тегі, лақабаты, өзі туралы бөлім және қосымшада орнатылған тіл сияқты жеке деректерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің мәліметінше 28 қазанда азаматтардың құпиялығына және олардың дербес деректерінің қауіпсіздігіне елеулі қатер төндірген телеграм-боттың қызметі тоқтатылды. Дербес деректердің таратып жатқан қаупін азайту және оларды заңсыз жинау және де өңдеу фактілерінің жолын кесу мақсатында азаматтарды мұндай телеграм-боттарды пайдаланбауға және насихаттамауға, сондай-ақ өздерінің дербес деректерін жалпыға қолжетімді көздерге және де әлеуметтік желілерге қалдырмауға шақырамыз делінген хабарламада. Видеомыз кеңінен тарап, барша сақ болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлемет болыңыздар.